Қайырлы күн достар, күн ыстықта шөлді қандыратын өте дәмді, тойымды, жасалу өте оңай, қарапайым ингредиенттерден жасалатын көженің рецептімен бөліскім келіп отыр. Видеоның соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Ыдысымызға суымызды құйып, қайнатамыз. Ішіне салатын перловкамыз бен тарымызды ыстық су құйып, бұқтыртып, езілгенше қойып қоямыз. Онан кейін қайнаған суымызға осы тарымызды, перловкамызды жуып, тазалап саламыз. Жақсылап араластырып, піскенше қойып қоямыз. Енді қайнағаннан кейін бетіндегі осындай көпіршіктерін алып тастаймыз. Астындағы отымызды баяулатамыз. Татымына қарай тұз саламыз. Енді осы көжеміздіге салатын осындай масса сұйықтық жасаймыз. Ұнға суды араластырамыз біркелкі етіп. Осындай масса болғанша піскен қайнап тұрған осындай көжемізге осыны құямыз. Құйып жақсылап араластырамыз. Енді астындағы отымыз баяулады, піскенше қойып қоямыз. Неке көжеміз дайын болды, суытып қойып қоямыз. Осындай ақшылдау түсі болады. Араластырып дайын болды. Енді дайын болған көжеміз, суыған көжемізге қатық немесе айранды құйып, тоңазытқышқа қойып қоямыз. Достар, міндетті түрде дайындап көрсеңіздер болады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болған мен Жанар, барлықтарыңызға ас болсын.